Сәлем достар, мен арнама қош келдіңіздер. Менің атым Азиза. Бүгін мен сіздерге чизкектен де дәмді керемет болып шығатын, балғын әрі нәзік, осындай тары қосылған сметаник пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал ендеше бастайық. Алдымен төменгі описаниеда барлық құрамы жазылған. Сол бойынша дайындап аламыз. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майымызды салып, оның үстіне бір дана жұмыртқа және де шекерімізді салып, шекеріміз ерігенше жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Содан кейін оның үстіне қобызытқыш, яғни разрыхлительді саламыз және де аз-аздан ұнымызды қоса отырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Осы барлық песочный пирогтардың қамырына міндетті түрде 82,5% қолданыңыз. Сол кезде сіздің қамырыңыз, пирогтың қамыры өте жұмсақ болып, керемет болып шығатын болады. Осылай қолымызбен жақсылап тұрып, дайындап, қамырымызды дайындап аламыз. Осындай бізде жұмсақ қамыр шықты. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына дүкеннің қаймағын алдым. Менде 20% қаймақ. Егер дүкеннің қаймағында сізде суы шығып тұратын болса, бірден суын төгіп тастаңыз, араластырмай тұрып, содан кейін қаймағын алып қолдансаңыз болады. Осы қаймақтың үстіне жұмыртқамызды, шекерімізді қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді тарыны дайындаймыз. Тарыны жуып тазалап құрғатып алып, осы тарының үстіне ыстыған, қайнап тұрған сүтімізді қосып, бұқтырып аламыз. Немесе салқын сүтті қосып, микроволновкаде 1 минутқа ұстап алсаңыз болады. Яғни біздің сүтке тарымыз жұмсақ болуы қажет. Содан кейін біздің жаңағы салмамыздың үстіне сгущенканы, содан кейін 2 ас қасық кукурузный крахмалды қосамыз. Кукурузный крахмал бұл салмамыздың біркелкі болуына көмектеседі. Міндетті түрде кукурузный крахмал. Енді тарымыз дайын болғаннан кейін ең соңында тарымызды қосып, жақсылап тұрып салмамызды дайындап алатын боламыз. Біздің салмамыз дайын. Енді формамызға біздің тестімізді, қамырымызды жайып орналастырып аламыз. Менде 24 сантиметрлік форма. Достар, YouTube арнасында осындай қазақ тілінде салынатын дәмді тағамдарын бөлісетін арналардың көбейгенін қалаймын. Егер видеом ұнаса, осы рецептпен жасап жасаңыздар, менің видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздің әр басқан лайгыңыз, әр пікіріңіз мен үшін өте бағалы. Осылай барлығын жайып алатын боламыз. Енді астыңғы бөлігі көтеріп кетпес үшін шанышқы, яғни вилканың көмегімен осылай тесіп шығамыз. Енді осы қамырымыздың үстіне біз жаңағы салмамызды құятын боламыз. Салмамызды толықтай салғаннан кейін енді пешке пісіруге жібереміз. 180 градуста пешімізге байланысты 30-35 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Толық піскеннен кейін ғана ыдысынан босатып, отбасыңызға ұсынсаңыздар болады. Достар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Отбасыма өте қатты ұнады. Ауызда еритін осындай керемет пирогпен сізде отбасыңызды қуантсаңыз болады. Егер осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, өз ойыңызды, пікіріңізді төменгі комментарий бөліміне қалдырсаңыздар болады. Менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Әр апта сайын жаңа рецепттер, әртүрлі тәттілер салынатын болады.